Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Ал сонымен достар, кеттік. Менің өмір баяным, Алматыға қалай келгенім, Кифо бизнес скул, Кифо тұлпар, жалпы осы дұрыс бизнеске қалай келгенім туралы қазір сіздермен таныстырып бастаймыз достар. Мына жерде 2010 жылдары мен Алматыға келген кезде, мына жерде Ерал көрсетіп кетсем болады. Менде мына мобил центр деп тұрған жерде Эстон болған. Осы жерде біз Андрей, Нұрғазы деген жанымда балалар болды. Андрей Источник болған, содан кейін Қуат деген болды. Сол барлығымыз осы Эстоны алып, жүргізіп, ол жерде өзіміз машиналарды жан-жақтан сатып әкелетінбіз. Осы Эстода жасап, жаңағы арғатай сататынбыз. Осы жерде ол кезде мынандай Кенжехан мынандай болып жатқан жоқ. Мына жердің бәрі пустыня болған. Ар жақтың бәрінде мынандай базарлар болмаған, кішкентай базарлар болды. Соны біз арғатай арендасын алып, осы жерде машиналар жасап жүргізетінбіз. Мен 2010 жылы осы Алматыға келдім достар. 2010-да негіз Балқашта тұрған болатын, правком болып сол жақта жұмыс істедім. КТЖ-да. Правко ол жерде де мен жұмыс істеген кезде ең бірінші простой водительден бастаған болатын. Простой водительден бастап, потом сол оператор по зарплате болдым. Одан кейін барып, сол неменеге шек жеттім. Қазір осының барлығын қалай келдім, мен келген кезде не болды бұл жерде, қазір не болғанын барлығын өз көздеріңізбен міне. Ал достар, міне мен ең бірінші алған кезде, осы жерге келген кезде мына үйді алғам ең бірінші. Бұл ағаш тереземен, вообще жағдай өте нашар үй болған. Содан кейін барып мен осы үйді алып, сол кезде мына жақты мен квартиранттар салып тұрған жақ. Бұл жақты мен айырым айтқан болатын сатып аламыз, осы жақтан квартиранттар саламыз деп. Осы үй болды, одан кейін мына квартиранттарды салдым. Оп, біраз аз болғаннан кейін біраз кішкентай, туалеті, ешнәрсесі жоқ болды. Одан кейін мына жақты салдым, екінші жақты. Осының бәрін автокөліктің үстінде өзім салдым. Соның екінші этажды өзіме үй қылып жасап алдым. Ал достар, менің тұрған үйім. Осы жерде мен тұрып, осы үйдің бәрін өзім салып, мынау болмаған болатын. Ремонтын жасап, мебелін алып жаңадан соның бәрін істедім. Ол кезде мен өте көп тәжірибе жинадым. Одан кейін мына жақта квартиранттар екінші этажды оларды салған болатын. Осы жерде бала-шағам жақсы жерде тұрсын деп, осының бәрін істеген кезде бірге әйеліміз екеуміз мына жерде бізде детский болады деп, мына жерде бізде кухнямыз болады деп, осының бәрін планын өзіміз сызған болатынбыз. Сол кезде ең бірінші сәттер қызықты достар. Мына төбесіне біз жаңағы немен құйған, монолитті құйғаннан кейін кәдімгідей әйеліміз екеуміз келіп, сызып, мелмен мына жер кухнямыз деп, осының бәрі өте үлкен тәжірибе, өте үлкен воспоминания. Содан кейін міне қарасаңыздар, екі этажда квартиранттар салдық. Ол кезде де менде құр ғана жоспар болған. Әйелім айтқан болатын, осыны аламыз, жасаймыз, істейміз деп. Бірақ ол кезде ақшамдар жоқ болатын мысалы. Бірақ армандар достар алға жетелейді, өте үлкен көптеген нәтижелерге жеткізуге осы армандар өте үлкен өзінің септігін тигізеді. Сондықтан да сіздерде қазір жағдайларыңыз жоқ болып жүрсе де армандаңыздар. Мен осыны істеймін десеңіздер, құр ғана армандап қоймаңыздар, онымен қоса харекет жасаңыздар.
харакет жасап армандаған адам барлығына жетеді. Бизнес бастауға дейін автокөліктерді алып сатумен, квартираларды жалға берумен айналысып жүрген болатын. Ол кезде бізде қандай өмір автокөлік сататындар, перекупщиктердің өмірі. Түні бойы жүру, потом машиналарды сатасың, жақсы ақша түседі, қыдыру, басқа қалаларға бару, былайша айтқанда өзім үшін өмір сүріп кеткен сияқты болдым да. Содан кейін ондай өмірден адам, ондай ортадан адам жалығады да. Содан кейін ақша болып тұрса да, мысалы мен ол кезде семіріп, қарным шығып, өйткені дабеде ұйықтайсың, сасып борсып жатасың, одан тұрып аласың да кетесің, сондай мойка болды. Содан кейін алдымда бұл дұрыс емес бизнес, бір дұрыс бизнес бастау керек деп ютубтан қарап отырмын да, бизнес бастау деп басқасам Ахметбек аға шығады как раз. Содан кейін сол кісінің ютубтан қарап жүрдім де, одан кейін осы кісіге бару керек, үйрену керек осы кісіден деп, содан ана ортам машина сатып жүрген айтса есік алдында түнде шақырады, тәке мына жақта жиналып отырмыз, келе қал, мына жаққа келе қал деп. Олардың бәрін связьды үзіп, осы бизнес бастауға келдім. Сол кездегі ортаға түскен кезде менде өте үлкен жаңағы тәжірибе жинадым десем болады. Неге? Өйткені адамдармен араластық, ондықты құрдық. Содан кейін жан-жақтан келген адамдар сол жерде жиналды, бизнестерін бәрі айтып жатыр, мен мынаны істеймін. Ана жерге ортаға кіргенде өзіңді қалай айтсам бір түк білмейтін адам сияқты көреді екенсің да, ана жерде аура сондай. Жаңа Ахметбек ағаның өзі айтады негізі. Сол жерге келген кезде көп нәрсені, спиннердер жобасын бастадық, бампер болдық та бастадық. Сондай нәрсеге бәріне кірісіп кеттік қой. Сол кезде Талғат машинаны қалай айдайды, содан кейін бизнесте де солай жүргізеді деп, бір нәрсе болса кеттік десе сразу табиғаттан солай кеттік деп кіріп кетеміз. Сол кезде 8 Урал деген тоқтады, жарнама, таргет деген, олар бәрін еш нәрсе. Инстаграм болмады менде даже ол кезде. Сонда бизнес бастау не береді? Мысалы орта береді, бір-бірін вообще танымайтын адамдар сол жерге келіп біріктік. Базарды аралап жүрдік, барахолка. Динозаврлар дейді ғой, олар сата алмайды, сендер сатып бересіңдер, біз барамыз, андардың товарларын фотоға түсіріп, кәдімгідей. Ондығымыз жақсы болды бізде. Вот ол жерден осы команда құру десем болады, потом орта, содан кейін қазақ алаш ардақтыларын, мысалы малым жаным арымның садағасы дегенде, осының бәрін сол жерден фундамент құйылды десем де болады. Иә. Жаңағы каналдар, Инстаграм мысалы, олың бәрі ешқайсысын білмейтін мысалы. Одан кейін бітіргеннен Ахметбек аға айтты маған, сен жаңағы жетекшілердің жетекшісі болып қалсашы, сен тәжірибе бар ғой деп. Содан кейін жарайды деп, жетекшілердің жетекшісі болып қалдым сол жерде. Опыт жинадық, жаңағы салтанаттар, досандар бәрі. Одан спиннер жобасын бастадым. Біріншісін алдыртып едік, бізде Астанада сразу немеге экспоға кіргізетіндер заказ берді. Алайық тек ақшамыз жоқ арғардай. Одан кейін инвестиция жинадық. Сол бизнес бастаудан жиналды. 13 миллион теңге дей ма, сондай жинап алдық. Содан товар заказ бердік, бірақ бізде товар кешке қалды. Уже немене экспо басталып, бәрін еткен. Адамдардың бәрі отказ берді де, ол жерден сол 13 миллионнан где-то 4-5 миллионын ғана шығартып қойдым. Қалғанын уже менің мойнымда. Бірақ ол жерде де қателік, бірақ тәжірибе болды да оның бәрі. Ақшаның бәрін 20%-пен алғанымыз ғой, айына 20%. Сол кезде Ахметбек аға тағы да айтты қайтадан. Талғат, сен басың істей ма? Мына жерде 20%-пен есептесең, айына 240% болып тұр. 240%-пен адам ақшалама. Астанадан мықты әншілерге Қыдырәлі Болманов, Тұрсынбек Қабаттың әйелі, потом ғалым жандарға түгеліне шығып реклама атқыздық. Көп адамдарға қайтан инвестиция мен мойнымда ғой. Қарыз болдым, и олардан мысалы жоқ, біздің неме болмай қалды деп қашып кетуге или там болушы еді мысалы. Содан кейін Ахметбек аға ортада айтты, анан жабандар үйтіп жатыр, сөйтіп. Бәріне звондап, осылай жабамыз, саспаңыздар деп, бәріне қолхатын жазып беріп, кейбіреуіне процентімен беріп ақшаларын.
Солай оны да жаптық. Сол жерде инвестицияны жинау туралы менде практика қалыптасты ғой, тәжірибе қалыптасты. Солай инвестиция жинауға болады екен туралы. Одан Ахметбекке уже құладым ғой ол жерде. Минусқа кеттім, адамдардың ақшалары шығара алмай жатыр, машинамды саттым да. Сол жерде уже мә деп адамдарға беретіндерін беріп, солай шықтым. Одан кейін Ахметбекке сол жерде айтты, уже настроение жоқ, неменеге ББ-ға келетін неме жоқ. Ахметбек ағаның өзі маған 1 миллион теңге берді. Мен мынау саған көмек пока. Просто сондай кезде адам болса жақсы да жаныңда. Талғат, сен көңілің түспе. Кәсіпкерлер ол үнемі жолы бола беретін адамдар емес. Кәсіпкерлер ол құлғаннан кейін қайта тұратын адамдар. Вот солар нағыз кәсіпкерлер. Сондықтан сен алда арғартай жалғастыр, бұл енді ғана бастап жатсың, бұл немене деп солай айтты. Ахметбек аға тағы да ризамын. Ол кезде сен қала бер Талғат, барды Астанадағы мастер-классты өткіз деді. Мастер-классты бардым, өткіздім, бірақ жанымда бір адамдар болғаннан кейін ол кісі айтты, короче, болмайды бұлай деді, сен илиялай дегеннен кейін мен команданы таңдап кеттім. Содан кейін ойладық, өзіміз давай бизнес школа ашайық деп, мен ортадағыларға айтам да. Давай өзіміз, мен айтып қойым еще Ахметбек аға или Қуаныш Шонбай или солар ғана ашсын деген сөз жоқ шығар, давай біз өзіміз ашайық деймін да. Қалай дейтін. Кәдімгідей өзіміз ашып көрейік, давай. Ашамыз, бастаймыз, бірінші мастер-класс, екінші мастер-класс, үшінші мастер-класс, уже нормально адамдар жиналады. Оның тағы да арқасы, сол бизнес бастаудың арқасы ғой. Неге? Өйткені сол арада танылдық қой біз уже. Одан кейін 1-2 айдан кейін мен айттым тағы да. Біз Қайрат Құдайберген солармен бірге жұмыс істейміз, көресіңдер деп командаға. Бірақ немене визуализация жасап өзім жазатын солай деп. Мысалынан тағы да бір тәжірибе, жастарға. Сен істеймін дедің ба, сол нәрсені істеп қалу керек те. Егер болмай қалса тәжірибе боласың өзіңе. Ал бұл кетсе, сен арғартай результат болады да. Достар, осы құрылыс жүріп жатқан кезде менде Кифо бизнес скул қоса жүріп жатты. Менің бұрыннан бері инста достарым білет, біз қалай бастағанымызды, фундамент қалай құрылғанын, монолитті құрып жатқан төбесін қалай жаптық, барлық стройкын барлығын сіздерге көрсетіп бөлісіп отырған болатын. Одан кейін Кифо тұлпар басталған кезде автокөліктерді сатумен сол кезде түсіндім, бұл бизнес мен кемес екенін, өйткені квартиранттардан ақша жинап отыру, оның барлық вақтылы жағдайларын жасап отыру, қарап отыру, машинамен айналысқаннан мен басқа қалаларға кеттім. Содан кейін оның барлығы қалды. Содан кейін мен бұл бизнесті сатып, қазір Кифо тұлпармен айналысып кеттім. Міне достар, біздің Кифо тұлпар компаниямыз осы гараждан, осы автомойкадан басталған. Ең алғашқы автокөліктерімізді мен Бақберген бауырымнан 1,5 миллион теңгені алып бастаған кезде Маздаларды, Галанттарды, Пассаттардың барлығын осы жерге жинадым осы есік алдына. Одан кейін олардың жуып жайып, моторларын айырбастатып жасататын кездерінің барлығы осы жерде өтті. Өте үлкен нәрселердің барлығы кішкентай қадамдардан, кішкентай нәрселерден басталады дейді. Apple компаниясы да мысалы өздеріңіз байқағандай гараждан басталған. Сондықтан да біздің Кифо тұлпар компаниясының болашағына сенімдімін. Осындай жерден бастап қазіргі автомобильный торговый домға дейінгі жағдайға жетіп отырмыз. Бұнымен әлі тоқтап қалмаймыз. Алда бізде өте үлкен көптеген жұмыстар күтуде. Кифо тұлпар аты айтып тұрғандай қазақ үшін тұлпар компаниясы әлі Қазақстанда емес, шет елдерде де танымал компания болатынымызға сенімдіміз. Сол сияқты достар, біз зона комфортадан шығып, армандар қойып, сол армандарымызға қарай харекет ететін болсақ, барлығына жетеміз. Біз өзіміздің күшімізді білмейміз, неге жетеді екен. Сондықтан да зона комфортадан солай шығып отыруымыз керек. Өз жоқтың көз жоқ деген достар. Тұрмағаннан кейін мынандай қылып осындай состояниеда квартиранттар тұрғаннан кейін осындай болып жатыр. Мен өзім зона комфортадан шығу үшін содан жоғары жаққа қарай, достық плазаға қарай көштім. Өйткені мына жерде түсінгенім достар, орта маңызды. Достар, міне мен осындай жерде тұрдым, оны көрсетуге ұялмаймын. Өйткені адам өсу жолында барлық нәрседен өту керек. Және де
және осы ортадан кетуді ұйғардым десем де, ол біреудің көңілін кемсіту или оларды түсіру мақсатында емес, достар. Адам өсу барысында әрбір деңгейлерді өтіп отырады. Мысалы, мен кезінде араласып жүрген ортам, перекупщиктердің ортасы, достарым, мысалы, қазір көбі жоқ. Неге? Өйткені ол кездегі түсінікпен қазіргі кездегі түсінік, адам әрбір салаларды өткен сайын өзінің басынан жаңағы өсіп отырады. Кішкентай бала мысалы өскен кезде ол мектепке барады, мектепте бір достары болады, одан кейін студенттік кезде бір достары болады, одан семьямен араласқан кезде тағы бір достары болатын сияқты, араласатын ортасы. Сол сияқты бизнесте де, жалпы өмірде де сондай өсу кезеңдері болып отырады, достар. Ал міне, достар, Досекеңмен кездесіп, қазір анау бизнес бастаудан бастап кезіккенбіз. Сол кезде мен ол бизнес бастауда жетекші болып жүрген кезде Досекеңден 17-ші ағым болды, 18-ші ағым болып келген болатын. Содан бастап Досекеңді танимын, маған идеясын ұсынып, спиннерді келіп ұсынып, сол жерде сол спиннер жобасын бірге іске асырған болатынбыз. Одан кейін барып Kifo бизнес скулда бізбен бірге партнер болып, сол жерде серіктес болып, оны қарата жүргіздік. Бүгінде ісі мен сөзі бір-біріне сәйкес келіп, өз тәжірибесімен бөлісіп жүргендерден кімді ауыз толтырып айта аласыз бизнес саласында? Қазақстан бойынша енді біздің қазір Kifo бизнес скул деген өзіміздің проектіміз бар, иә. Олар Талғат Сақан, Досжан деген жігіттер, Исмаилбек деген жігіттер, Салтанат деген жігіттер өздері осы бизнесмен практика қазір көптеген нәтижеге жетіп отырмыз. Қазір мысалы біздің жетістік жобамыз бар да, біз ауылға барамыз да, ауылда адамдарды бизнесті қалай жүргізу екенін соның бәрін үйретеміз. Негізі біздің формат, вообще Kifo бизнес скулдың форматы өте ауқымды болды. Чимкент қаласына да бардық, Астанаға бардық. Ол жақтарда да үлкен мастер-класстар өткізіп, ол жердегі жаңағы кәсіпкерлер өте жақсы нетворкинг алды. Ең бірінші нетворкинг салады. Қайрат Құдайберген мырзаны қазақ аудиториясына таныстырдық, сол кезде ұйымдастырып барлығын. Ол кісі өйткені чисто орыс аудиториясында жүрген болатын. Достар, тағы бір қазір ойға түсіп отырғаны, жетістік жобасын бастар кезде Жақсылық Үшкемпіров атамызға телефон айтып тауып алып, ол кісіге связға шығып, аға, сіздің осындай бір жоба бастағалы жатыр едік. Сіз ана президенттің алдында өзіңіз шығып, 50 кәсіпкер шығып, 50 ауылды көтеретін болса, керемет, 5000 ауылды көтеретін болса, керемет болатын еді деген өзінің лебізін айтқан болатын. Сол кісіге бір ауыз звондағанда бізді кәдімгідей жас балаша тосып алып, барлық қалай жетістікке жеткен жолын көрсетіп, батасын берген болатын. Сол батаның арқасында деймін, осылай біз тоқтамай, қазір осы деңгейге, осы жетістікке жетіп жатырмыз деп ойлаймыз. Осы жерге Қайрат Құдайбергенмен қосылған кезде бәрі керемет болу керек деп келіп өтіп қой, білесіз бе? Иә. 1,5 миллион аренда бұл жердің. Содан кейін аппаратураларды қойып тастадық. Ербек мырзалардың өздері таңдаған, сендерде кәдімгідей бір телевизия, студия тұр екен ғой, студия кәдімгідей. Салтанат, мастер-класстың бәрін осы жақта түсеміз. Марғұлан аға, кім, Арманжан Байтасов, Әділбек Тұрғанбаев, Ардақ Назаров, Давлатов Сайтмұрат, кім, Ларион Лянды, Шаханов шақырдық. Мұқарап құта шақырған болатымыз, ол келе алмай қалып просто. Негізі біздің қалай айтсақ, алған жолымыз нетворкинг болатын ғой. Барлығымен тек қана біздің ғана спикерлер емес, біз өзіміз ғана спикерміз, біз ғана жүруіміз керек деген қағида емес.
біз мысалы барлық басқа спикерлерді тартып, оларды осы қазақ аудиториясына таныстыру мақсатымыз солай болған. Міне біздің достар екінші офис. Біз жаңағы ар жақтан кеткеннен кейін, Байзақовадан кеткеннен кейін осы жердегі офиста болдық. Біздің табличка әлеміп тұрған болатын. Бұл жерде де достар, мен мысалы арендасының уақытын біткенін білмей, договорды үзбей, одан кейін бұл кісілер бізді сотқа беріп, одан кейін сол сотта келісім шартқа келіп, екі жақта ақшаларды төлеп, қай жерде жүрсек те артымызды жауып кететініміз достар. Қазір енді Зеленый жаққа барамыз. Сол Зеленый жақта біздің ең алғашқы Кифо бизнес скул, қазақ бизнес болып тұрған кездегі жерін көрсететін боламыз. Білесіз бе, қазақ бизнес деп бастап еді? Иә, қазақ бизнес деп. Қазақ бизнес деген неден біз айналған жоқпыз. Кифо бизнес скул болып аты өзгерсе де, Кифо деген үлкен мағынасы бар. Себебі оның бір мағынасының бірі Q деген сөз, ол қазақ деген сөз де, фо деген сөз үшін деген мағынаны білдіреді. Яғни ол қазақ үшін жасалған бизнес мектеп деген. 4 адам қазақ үшін деп. Осы идеяның авторы Досан Каумен мырза. Достар, Кифо бизнес скул, Кифо деген ол барлық қазақ үшін дегенді білдіреді. Біз спиннер жасаған кезде де, ол жерде де бізде қазақтың 300-і болды, шаңырақ болды, қазақтың ойуы болды. Негізі жанымыз қазақ деп соққан адамыз ғой. Қазіргі досекеңдердің жасап жатқан Максилинде де солай қазақтан шыққан өнім. Абай атамыздың міне ескерткішінің жанына келдік қазір. Өзімізге ғана сенейік достар. Өзіміздің қарекетімізге, өзіміздің білімімізге. Егер басқадан үміт күтпесеңіз, басқадан мысалы, өзіңізге ғана сеніп қарекет етсеңіз, өте үлкен дәрежелерге жетуге болады достар. Тәжірибе жиналды да. Қайтпадық, істей бердік, давай деп, соның өзінде тәжірибе жиналды. Енді солай келдік, тағы ағымдар келді, оқыдым. Потом мен бәрімен достық қарым-қатынаста деп Ахметбек ағаға да шықтым сол жерде. Ахметті кешірім сұрауға да бардық қой, білесің. Біздің жиналған орта кәсіптері бар, уже опыттар бар, сондай орта болды. 1 миллион теңгені без проблем төлейтін адамдар болды. Келеді, расында да бизнестері бар, барасың, былай жасап, мынаны жаса десең, жасап, соны істейтін адамдар болды. Просто біз өзіміздің профессионализм жетпей қалды ол кезде. Уже арғартай, егер может Ахметбек аға болғанда, может нормально алып кету үшін еді. Бірақ біздің профессионализм жеткен жоқ арғартай. Бірақ сол жерде менің мінезім шыңдалып десем болады да. Мастер-класстарды өткізгенде, адамдармен жиналған кезде барлығымен опыт, мысалы олардікі қандай болып жатыр, солардың бәрін. Содан ол жерде тағы да 43-ге кірдім. Содан кейін жаңағы Давлатты іздедім. Осы 43 миллионға вообще адамдарға көп қарызға кіріп кеткен қандай адамдар бар екен деп іздедім. Сол кезде мына Талгитайт на глазах Давлаттың кітабы нетілді, алынды, sen Давлатқа шықтым. А я сам начинал год назад, как раз в августе был. Я начинал вот точка А. У меня минус 43 миллиона было. 113 513 долларов было у меня долго. Кроме кредитов это было.
Я раньше наставника не знал, честно. И долги тают на глазах, вот эту книжку увидел, и мне сказали, наставник был 1 840 000 долларов долг, и он с этого вышел. Я поэтому его номер нашел, ему сообщение отправил, так я должен людям. Он сказал, все, давайте, я когда в Алмате буду, встретимся. И встретились. Я тогда в другой сфере был, вообще в Kifo Business School был, сам не знал эту сферу, потом поэтому вкладывался туда деньги. И наставник 2 часа со мной, как доктор, поговорил и говорит, ты раньше чем занимался? Я автомобилями занимался. Он говорит, тебе надо автомобилями заняться. Я говорю, у меня минус 43 миллиона долг, и нету денег, чтобы для развития. Ну ты найдешь, говорит, найдешь, я в тебе верю. Вот так сказал, и я, в общем, поменял сразу свою деятельность. И я с 1,5 миллиона, когда начал покупать шроты, тенге, это где-то 4000 долларов. Я купил 4 машины, и мы с гаража начали. Возле моего дома гараж был. Там начали. И только наставник поверил мне, честно. Тогда я с такими людьми ходил, потом как начал там Мазды, Галанты, Шраты покупать, все надо мной смеялись. Вот все надо мной смеялись. С гаража начали, потом S100 взяли в аренду. Команду набрал, тоже, которые доверились мне люди, они положили деньги. И с этого потихоньку уже пошли. С 1,5 миллиона тенге сейчас у нас на том месте на плюс вышли. И у нас 490 миллионов 703 500 тенге оборот сейчас идет у нас. Бүгін бір ностальгияның күні болды. Қазір мына жерде біз Зеленый базардың жанында Kifo тұлпардың паркингі болған. Міне мына паркинг, қарасаңыздар. Қазір міне ішіне кіріп тұлпар өзі, аты тұлпар болған үшін. Міне мына жер тұлпар авто дегенде. Біз осы жерде командамызда Шыңғыс бауырымыз, Бақберген бауырымыз, Нұрмұхамед барлығымыз осы мына паркингте болғанбыз, достар. Осы паркингтің, по-моему, 6 или 7 ярусында болдық. Қазір оны ішінен сіздерге көрсететін боламыз. Қаланың ортасында паркингтің негізгі мәселесін ең бірінші автосалонды кіргізген болатынбыз. Міне мына жерде охрана болатын. Мына охрана астында мойкамыз болатын. Оны былай көтерілетінбіз. Оның ішінде біздің офисіміз болды мына жақта. Одан кейін ішінің бәрі осындай қараңғы болатын. Және де өздеріңіз көріп отырғандай аса бір этика, эстетика деген сияқты сұлулық деген жоқ та. Бірақ та әйтеу осы жер ұнады сол кезде, сол деңгейімізге. Сонымен осы жерде біз автокөліктерімізді қойып сатқан болатынбыз. Міне достар, мынау біздің сол алдында тұрған паркингіміз. Осындай ыңғайсыз болатын, кішкентай болатын. Осы жерде біздің қазір өздеріңіздің көріп отырған Kifo тұлпар компаниясының логотипі дүниеге келді. Тілек Рысбек деген бауырымыз біздің компанияның логотипін жасады. Біздің компанияның логотипін қарасаңыздар ақ пен көк. Біз оны әтейі сондай цветпен жасадық, достар. Өйткені Ford компаниясын мен өз Генри Фордты сыйлаймын. Ол кісі өте осы автокөліктер бойынша өте бизнес бойынша мықты конвейер қойған адам, бизнесті жүйеге қойған адам. Сондықтан да сол Kifo тұлпар логосы Ford компаниясының логотипіне ұқсайды, достар. Әке, бүгін керемет күн болды. Біраз өткенге үңілдіңіз, өткен сараладыңыз. Сондағы мақсатыңыз не? Сондағы мақсатым өз тәжірибемен бөлісу, өйткені бизнес бастаудың каналына
YouTube каналына жанагы менің видеом түскөндөн кийин, баары чыккандан кийин барган өтө көптөгөн адамдар маған дайректке де жазды. Сіздің менторствоңызды алсақ бола ма, сізден кәсіп үйренсек бола ма деген. Ол кісілердің барлығына бірдей уақыт бөлу мүмкін емес. Сондықтан да қазіргі әлеуметтік желінің даму заманында осылай видео арқылы хотя бы өзімнің жеткен жетістіктерімді, тәжірибелерімді шынайы түрде бөлісуді шештім. Сол мақсатта осыны бөлісіп жатырмын. Бәрекелді. Достар, мынау өзіміздің жаңадан көшіп келген автомобильный торговый дом болып жасап жатқан өзіміздің стоянкамызға келдік. Міне мынау біздің машина. Біздің машинаны көріп жүр, айдап. Мына жер енді өздеріңіз көріп отырғандай более цивильный және болашағы бар. Осы жерден біз өзіміздің детейлинг центрімізді жасап жатырмыз, Алла қаласа. Және де Қазақстанда Астер авто өздерін авто супермаркет деп жататын болса, біз авто супермаркеттен жоғары тұрған автомобильный торговый дом деп осы жерді ашып жатырмыз, достар. Біздер жерде барлық жағдайлар жасалып, қаланың ортасында стоянканы көріп отырғанда өздеріңіз кең, және де біз мына жақтардың бәріне пластиковый окна қойып, ішінің бәрін қазақтың батырларының суретін салып, әшекейлейтін боламыз, Алла қаласа, аттар қойып. Өйткені кезінде қазағымыздың құрағы, қанаты ол жүйрік ат болған. Сондықтан қазіргі кезде енді автокөліктер ердің қанаты болып тұрған. Және де бір жағынан автокөліктер бір семьяны бағып отыруға табыс көзі, былайша айтқанда. Сондықтан да қазір осы жерден аратай біздің видеоларды түсіретін боламыз, достар. Әке өзі айтып жатсыз, қазіргі кездің тұлпары ол автомобильдер ер қанат ат деген сөздер. Сіздің қанатыңыз не, сіздің сүйікті тұлпарыңыз? Қай машина? Менің сүйікті тұлпарым Усама бен Ладеннің айтқан бір жақсы сөзі бар. 2 вещи работают безотказно. Это автомат Калашников и Toyota Land Cruiser 100 деген сияқты. Бұрын 100 болдым, қазір 200-лар. Маған өзіме осы көліктерін айтты. Машалла. Анау әр қазақ мен жалғызым дейді. Сіздің бір миссияңыз бір қазақтың әрбір азаматы бір тұлпар мінгізу. Кәрі қазақтың әрбір азаматына бір тұлпар мінгізу. Қазақтың әрбір азаматы қандай тұлпар мінсе деп дейсіз? Қазақтың әрбір азаматы тағыдайдан Toyota көліктерін мінген дұрыс. Өйткені қазіргі заманда осы ең мықты өзін қазақтың өзі негізі көлігі Toyota Camry сорокопкалар дейді ғой. Toyota Camry'лар болған қалай. Сорокопка емес, бірақ 70-ка мысалы. 50-ка, 55-ка. Сол кезде алармыз. Құрметті достар, біз толассыз еңбекпен төгілген тердің арқасында осы деңгейге жетіп отырмыз. Алда әлі қойылған жоспарларымыз өте көп. Оның барлығын сіздермен бөлісіп отырамыз. Бізбен бірге болыңыздар. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер. Қаншама еңбек, қаншама тер, кейде аспан, кейде жер, кейде айға, кейде жұлдызға, есіме алып бәрін тарқатамын шер.